Бұл Ұлытау өңіріне қарасты Талап ауылы. Орталық қала Жезқазғаннан небәрі 20 шақырым жерде орналасқан. Бұл елді мекенде номері 14-ші жалпы білім беретін мектебі бар. Бүгін мен, Амангелдинова Ұлжан, 10-шы сынып оқушысы, осы мектептің ішкі тарихын таныстырмақшымын. Бұл мектепке 47 жыл болса, 47 жыл бойы жұмыс жасайтын ұлағатты тәжірибелі ұстаз Айтуарова Айжамал Турсунбековнадан сұхбат алайық. Деп қай жылы ашылды? Талап ауылының номер 14-ші жалпы білім беретін мектебі осыдан 48 жыл бұрын, яғни 1978 жылы ашылды. Бұл мектептің алғашқы директоры кім болған? Мектеп ашылған 1978 жылы алғашқы директор болып Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі тарих пәні мұғалімі Мұқанов Мырзахмет Мұқанұлы болды. Мектебіміздің материалдық техникалық базасы заман талабына толық сай. Оқушылардың сапалы білім алуына қолайлы жағдай жасалған. Әр оқу кабинетінде заманауи белсенді тақталар орнатылып, сабақ үдерісі жаңа технологиялармен ұштасып өтеді. Сондай-ақ компьютерлік қамтамасыз ету деңгейі де жоғары. Мектебімізде оқушылардың зияткерлік және дене дамуын қатар жетілдіруге бағытталған қазақша күрес пен шахмат секциялары табысты жұмыс істейді. Бұл үйірмелер жас ұрпақтың шынығып, ой өрісінің кеңеюіне жол ашатын маңызды алаң. Және біздің мектептің ансамблі бар. Ансамбльдің негізін қалаушы әрі жетекшісі, музыка пәнінің мұғалімі, жоғары санатты ұстаз Тілемисова Дина Амантаевна. Сол кісінің арқасында әсем ай ансамблі биік белестерді бағындыруда. Сондай-ақ адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мектебімізде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы мен даналық мектебі өз жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келеді. Мектеп кеме білім теңіз демекші, мен осы мектебімде оқығанымды мақтан тұтамын.